Қазір Айбеке айтқандай, әрине осы біздің саламызға қазір оңай кез емес. Мысалы, әнеке, осы 25 жылдың қаңтардан бастап осы тамызға дейін біз халықпен бірге, жанашырлармен бірге 72 отбасыға баспана бердік. Осы 50 бала қазір оқытып жатырмыз. 12 өңірден. Тура осы мерзімде 24 жылда біз осы қанша 8 ба 7 айдың ішінде 150 отбасыға табысқан болатынбыз, былтыр. Былтырмен салыстырғанда 2 есе аз бұл. Әрине, өйткені ақша мәселе, қаражат мәселе ол бір, мына жақта енді осы жылда сенімге қатты бір удар болған ғой Қазақстанға. Сенім. Сіздерге көмек сұрап келген адамдарды қалай ажыратасыздар? Көбіне жаңағыдай мұқтаждығын немесе мұқтаж еместігін немесе эмоция алып кетем ондай кезде. Қалай ажыратасыздар? Ең бірінші, ең маңызды жұмыс осыдан басталады. Өйткені көп адам ойлауы мүмкін, міне 4-5 адам видеомен айналысып, таргетинг па, сториске постқа салып жібереді, болды, жұмыстар бітеді сонымен. Жоқ. Ең бірінші ажырату керек. Лайықты отбасы ма, аферист емес па? Өйткені ондайды жағдайлар болған. Мысалы, көп адамдар көру мүмкін, міне мысалы бұрынғы дачаларда мысалы отбасы тұрып жатыр, жағдайы қиын, көп комфорт условия мүлдем жоқ. Болды. Соған қарап, адам жаны ашып, көмек көрсете бастайды. Біз енді 5-6 жыл бойы осы салада жүрміз, осы отбасында да терең тексереміз. Өйткені кейбір жағдайларды көргеніміз, осындай отбасылар тура осындай құлап баратқан үйлерге 1-2 айға кіру мүмкін. Әдейі. Осы қаражат жинау үшін. Енді жақсы өмірден емес, әрине. Бірақ сонда да негізі ондай жағдайда тұрмаған 2-3 ай бұрын. Әдейі жалдайды осындай үйді, еріктілерді, қорларды шақыра бастайды. Мен жағдайым осындай деп, 4-5 балам бар. Біз соның бәрін тексереміз. Құжатқа ғана емес, полицейский участокта бармыз. Участковыймен сөйлесіп, көршілер көп нәрсені біледі. Дүкен не алады екен, қарыздары бар ма, жоқ па. Сол кезде бір картина қалыптасады, белгілі болады.